Дұрыс сөйлейік, аудио бағдарламалық циклын жалғастырамыз. Әдеттегідей мен Нұрсұлтан Құрман және Анар Мұратқызы. Анар ханым, келесі бір сұрағымыз қазіргі таңға өте қажет сияқты, қазіргі таңда өте маңызды деп ойлаймын. Көбінесе біздің жастарымыз, әсіресе мен телевизия саласында істегеннен кейін сұхбат беруші тарапта журналистер де мимика, ишараны білдіріп қатты сөйлеген жақсы көреді. Қолмен жестикуляция дейміз ғой, тырнақшаның ішінде айтайықшы. Немесе бір сөзден гөрі эмоциялар басым болып жатады сөйлеу барысында. Бұл көбіне көп ағылшындарды американдық үлгідегі шоулардан элементтерді аламыз деп жатады ғой. Біздің қазақ тіліне қаншалықты тән дүниелер деп ойлайсыз, бұл керек пе? Иә, бұл өте жақсы сұрақ. Бұл ауызша қарым-қатынастың бір ерекшелігі. Біз алдыңғы курстарда да ауызша қарым-қатынастың осындай айырым белгілерін айтқан болатынбыз. Жазба мәтінде сіз өзіңіздің айтып тұрған ойыңызды қосалқы құралдармен қимыл қозғалысыңызды жеткізе алмайсыз. Ал ауызша сөздің бір үлкен артықшылығы, сіз өзіңіздің сөйлеп отырған тілдік құралдарыңыздың әсерін күшейту үшін, оның мағынасын да күшейтіп жіберу үшін кейде қимыл ишаратты, ишаратты пайдаланасыз. Енді бір қызығы осы мимика, жест дейді ғой. Осы ишараттың әмбебап құралдары бар екен. Яғни жалпы адамзаттықта құралдар, ол туралы зерттеушілер бізде көп. Қазақ тіл ғылымында ол мәселе жақсы зерттеліп те жатыр. Соның ішінде профессор Бағдан Момынованың еңбегі бар. Мысалы, қырғыз тілінде де бұл жақсы зерттелген. Бірақ менің бір осы біздің бағдарламаны пайдалана отырып айтатын мәселем, мынау шығыс халықтарының мәдениеті, бұл өте ұстамды мәдениет. Өте ұстамды болатын себебі, бұл мәдениет өте контекстуалды мәдениет. Батыс халқының мәдениеті, ол керісінше, ол экстраверттік мәдениет, ол сыртқы дүниені өзгертуге арналған мәдениет. Бұнда тіпті контекст жоқ деген сөз. Сіз не сөйлеп тұрсыз? Сіз соның мазмұны, сол сіздің айтып тұрған сөздеріңіздің ішінде, сол сіз ишаратпен нені көрсетіп тұрсыз, мазмұны соның ішінде тұрады. Ал енді шығыс мәдениеті айттық қой жаңа, контексті өте көп. Сондықтан кез келген ишараның символдық мәні болады. Сондықтан неғұрлым сіз ишараны көп қолдансаңыз, соғұрлым көп символдарды тыңдарманыңызға көрсетіп отырғандай боласыз. Сондықтан осы бейвербалды дейді, тілдік емес дейді, қатынас құралдарын өте сақтықпен қолдану керек, әсіресе шығыс мәдениет өкілдеріне. Соны жаңа дұрыс айттыңыз. Біздің журналистер бетін көп қозғалтады. Барлығы емес, ішінде кейбірі. Әрине. Бірақ ол журналистің өзінің кәсіби мақсатын дұрыс түсінбегеннен болар деп ойлаймын. Өйткені журналистің, менің ойымша, ақпарат жеткізуші журналистің бірінші мақсаты сол ақпаратты халыққа жеткізу. Ол ақпаратқа өзінің қарым-қатынасын білдіру емес. Ол бейвербалды қатынас құралдары көбінесе сөйлеп тұрған адамның сол сөзге өзінің қарым-қатынасын, өзінің эмоциясын білдіру үшін қолданылады. Ал біздің журналистер өздері бір ақпаратты айтады да, сол ақпаратқа қатысты өздерінің эмоцияларын ишарат арқылы көрерменге білдіртіп қояды. Бұл негізі кәсібилікке жатпайды. Енді мысалы жеке авторлық бағдарламасы болса ше, өзінің жеке ойын, жеке сараптамасын жеке авторлық бағдарламаның жөні бөлек. Ал ақпараттық, сараптамалық, жаңалықтарда, немесе бір маңызды сараптама жасаған кезде, саяси маңызды құжаттар туралы әңгіме қозғаған кезде, неғұрлым бейтарап, неғұрлым ишараты аздау коммуникация болу керек. Біз енді бұл журналистерді мысал етіп келтіріп жатырмыз ғой. Ал қарапайым халық ретінде мысалы ізденушімен, мысалы студенттер арасында әңгімелер, оқушылар арасында әңгімелер. Өте дұрыс сұрақ. Қарым-қатынастың түріне байланысты ишараттардың да қолданылуының жиілігі бізде кейде айтады, мысалы төмендейді. Тіл байлығым жетпей жатыр, содан кейін барып мен қолмен жұмыс жасаймын, қаспен жұмыс жасаймын дейді. Дұрыс айтасыз. Кейде мысалы ауызша сөзде қысылыңқырап, ауызша сөзге төселмеген адамдар өзінің ойының жетпей жатқан жерлерін сол қимыл ишаратпен, ыммен, мимикасымен білдіріп жатады. Бұндай кезде енді ол түсінікті, кешірімді. Дегенмен бейресми және ресми деген қарым-қатынастың екі түрі. Біздің бүкіл өмірде түсетін қарым-қатынасымыз осы үлкен екі түрге бөлінеді.
ресми қарым-қатынаста неғұрлым осындай қимыл ишараттанымнан қашқан жақсы. Неғұрлым көбірек сөзбен жеткізген дұрыс. Әрине керек кезінде дәл сол қатты әсер ететін бір тиімді бір сәттер болады. Сондай кезде пайдаланған әрине дұрыс, тамтымдап дейді ғой енді. Тура орнына кеп тиетіндей қылдырып. Ал бірақ жөнсіз қол сілтеп, жөнсіз бетіңізді қозғалтып, ресми жиналыстарда немесе ғылыми конференцияларда сөйлеп тұрсаңыз, кішкене сіз күлкілі болып көрініп қаласыз. Демек, тоқсанау сөзін толықтай түйіні, біз қазақ халқы өте салмақты халықпыз, сондықтан салмақты болған дұрыс. Дұрыс, неғұрлым салмақты болған дұрыс. Сосын кейін шетелдермен, шетелдік қонақтармен болсын, әріптестеріңізбен болсын кездескен кезде осы ым-ишарат мәселесіне өте қатты мән беру керек. Өйткені бір қызығы, мен жаңа айттым ғой, оның әмбебап түрлері көп деп. Бірақ оның тек қана сол ұлтқа тән, яғни белгілі бір тілдік ұжымға ғана тән жест, мимикалар болады. Бірақ бір қызығы сол жест, сол мимика басқа ұлтта мүлде басқа мағына беріп кетуі мүмкін. Сондықтан әсіресе осындай кездесулерде де оларға мән берген жақсы. Қолдарыңызға абай болыңыздар. Абай болыңыздар. Беттеріңіздің қозғалысына да дәл сондай абай болған дұрыс. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.